Және жалғастыру үшін ортаға Айгүлді шақырамыз. Ау, микрофон бар, отыра беріңіз, жайғасыңыз. Айгүл, енді сізде үміткер жоқ, неге ортаға шықтым деп ойлап отырған шығарсыз. Біздің енді бірнеше күннен бері жалғасып келе жатқан, Асылжанмен болып жатқан тақырып, араларыңыздағы екі ортада жанына үшеуіңіздің мәселелеріңіз. Қазір көрерменде түсінбей қалды, басы бар, аяқ жоқ, әңгіме болып қалды осы соңғы 4-5 күннің уақытында, айналасында. Бүгіннен бастап кешеде сіздің көңіл күйіңіз жоқ мүлдем. Сізді тыңдайық. Мәселе немен түйінделді, не шештіңіздер? Асылжан да жоқ бүгін, Жанна енді кеше жобадан шықты. Қазір не болып жатыр? Енді қазіргі таңда бір айтатындай ешқандай, қалай айтсам болады, ешкіммен сөйлесіп жатқан жоқпын жалпы. Кеше бүгін енем апамыз хабарласып, сол кісі неге сен, ол кісі ашынып жатыр да, неге сен үндемей қалып кетесің, неге сен өзіңдікін айтпайсың, болмаса мен өзім хабарласым келген негізі деген сияқты. Ол кісі мен жаққа бір жанашырлықпен қарап жатыр. Қайта сізді қолдап жатыр, иә? Енді ашылып айтыңыз енді. Ол кісінің айтып жатқаны, жалпы жаңағы баланы Астана апарған кезіміз бар ғой, мектеппен проблема болған кезінде, мен осы жақта жүрген кезінде Асылжанмен сөйлесіп, жаңағы енем мені көндірген болатын да, баланы өз әкесі қараса, онда тұрған ештеңе жоқ, бір-екі ай қарасын, көрсін, бала да әкесін жақсы көреді, әкесі жақта болып көрсін дегеннен кейін, даже мен әлі барып, до конца рұқсатын берілмей алып кеткен болатын. Соның бәрін неге сен как будто өзін кінәлі сияқты өз-өзіңді бір үндемей отырсың дейді да. Сосын мен ол кісіге түсіндіріп айтып жатырмын. Енді мен бұл жерде бір бәрін басын ашып айтып, үйтіп көрсетейін десем, тоже бір, қалай айтсам болады, жексұрын сияқты болып, үйтіп бір біреуді түсіріп, өзімді көтеріп, ондай қылып та көрсеткім келіп тұрған жоқ деймін да. Ол ертең білмеймін енді, кетсе де, қалай болса да ертең бет көрсететін адам, не болса да деген сияқты менде сондай ғана ой болды. Сонда да енді ол кісі жақтан кәдімгідей ашуланып жатыр да. Сенің бар кінәң балаларыңды бағып, Асылжан қандай адам болса да соның кезінде қабылдап, айтқанын істеп жүрдің, болмады ма, болмады, сен олардың ортасына түспегенде мен ортада бармын ғой, мен білем ғой бәрін деген сияқты. Ол кісі солай айтып отыр да. Астана қалай барып келген бәрін мен білем, 24/7 сен хабарда отырған мен білем деген сияқты. Неге сен жаққа онда әңгімелер кетті деп, соған кішкене